Қабірдің өзі күтіп тұр. Оның сынақтары не болатыны Пайғамбарымыз саллаллаху айтады. Ол Мәсихи Дәджжалдың фитнасынан кем емес дейді қабірдің сынағы. Біз жерлеймізді иманды болсын деп қоя береміз де, ана жақта Құдай тамақты отыра береміз. Не болып жатыр ана жақта? Ешкімнің ол жаққа уайымы жоқ. Ал сахабалар болса біреуді жерлесе, сол жерде бір түйе шалынып, сол түйенің еті таралып тасталатын, пақырларға уақыттай отыратын бауырының қабірінің басында. Міне достық деген бәлкім сол шығар. Ол жерлей сап кетіп қалған достық ба? Ақыретпен байланған. Отырып сол жерде. Не үшін отырам ол жерде? Ей пайғамбарым дейтін болсаң, сұра бауырыңа табандылықты. Қазір сұралып жатыр дейді ол. Алла бекемдей көр, сұрағына бекемдей көр деп біреу жарты сағат отырмаса ана жерде. Онда керек жоқ қой ол маған. Ол маған керек жоқ болса, бауырмашылық деген не өзі? Мен мешітте бір-бірімізді тек қаматтың күшімен тұрып, одан кейін керек қылмасаң, сен қабірінің басында барып дұға жасап тұрасың ба? Жарты сағат 40 минут. Әркім өзімен өзі Құдаймен бір шаруасын дұрыстап алған сияқты жүрген